Баршаңызға сәлем. Сіздермен компьютермен жұмыс ету барнасы және де мен қайып берген жадыра. Бүгінгі видеода әдемі логотип жасауды үйренетін боламыз. Бұл логотипті жасау үшін Render Forest деп аталатын сайт қажет. Бұл сайтта жалғыз логотип емес, түрлі анимациялық видео жасауға болады. Ол анимациялық видеолар туралы мен алдағы уақытта Құдай қаласа келесі видео сабақтарында көрсететін боламын. Қазір логотип жасауға кірісейік. Мында жоғарыда көріп тұрғандарыңыздай логотипі деген жер бар. Сол жерге барамыз да, мен өзім ютубер болғандықтан ютубер бөлімін таңдадым. Мында поискқа керекті өзіңіздің салаңызға қатысты логотип атауын жазып іздесеңіздер болады. Немесе осындай сіздерге пример ретінде логотиптерді көрсетеді. Осы сайтпен жасаған логотиптер осындай качествода ғана тегін скачать етіледі. Качествосы жақсы болу үшін сіз ақы төлеуіңіз қажет. Ал качествосын өте жақсы деңгейде сақтап алу үшін, яғни тегін сақтап алу үшін менен бір жақсы лайфхак болсын, бірақ оны видео соңында айтамын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Менің салам компьютер саласына қатысты болғандықтан поискқа компьютер деп жазып, шеттегі поиск батырмасын басамын. Сол кезде осындай әдемі логотиптер шығарып береді. Осының ішінен кез келген біреуін таңдаймын. Үстіне жай ғана мышканы жақындатып апарсақ, редактировать логотип деген жазу шығады. Соның үстін бір рет шертсек жеткілікті. Мінекей ашылды. Мында название логотип деген жерге мышканы екі рет шертетін болсақ, осы сөзді өзгертуге болады. Мен компьютермен жұмыс істеп жазамын. Астындағы міне майда жазумен жазылған жерге өз аты жөнін жазамын. Мында Jura Bold деп тұрған жер бар. Соның үстін бір рет шертетін болсақ, біз сөздің шрифтін өзгерте аламыз. Жанында плюс минус деген батырма бар. Соны басу арқылы жазудың көлемін өзгертеміз. Жанындағы жасыл түсті басу арқылы жазудың түсін өзгертеміз. Жирный, курсивный, асты сызылған, орта сызылған деген сияқты барлығын бас әріппен немесе барлығын кіші әріппен өзгертуге болады. Жазуды осы суреттің дәл ортасына қоюға болады, шетіне деген секілді. Мында жоғарыдағы кнопкаларды қарап отырсаңыздар, осындай мүмкіндіктер бар. Өшіріп тастауға да болады. Мінекей жоғарыда корзинаның да суреті тұр. Енді скачать дегенді басамыз, продолжить с Google дегенді таңдаймыз. Ол жерден Google аккаунтты белгілейміз де, қайтадан скачать дегенді басамыз. Сонда бізге бірнеше вариант көрсетеді. Бұнда жанында жұлдызшасы бар да варианттар бар. Ол дегеніміз ақылы, бұл качествосын жоғары етіп скачать ету үшін арналған. Біз JPG деген ең бірінші тұрған низкий качество дегенді таңдаймыз, яғни бұл тегін. Мінекей сонымен скачать еткендегі көрініс, мінекей өте бұлыңғыр, качествосы өте төмен болып тұр. Ал енді қазір осының качествосын жоғалтпай, қалай тегін скачать ету керек екенін көрсететін боламын. Мен ол үшін басқаша логотип жасап шықтым. Енді қалай тегін әрі качествосын жоғалтпай біз скачать етеміз. Ол үшін біз скриншот жасаймыз. Яғни протест скрин кнопкасын басамыз. Менде басқаннан кейін осындай керекті жерін ғана белгілеп алуға болатын мүмкіндік бар. Мен осы логотиптің үстін ғана белгілеп алдым. Сіздерде мүмкін барлық бет-бірдей скриншот жасауы мүмкін. Енді біз PowerPoint-қа кіреміз. Ctrl-V кнопкасы арқылы немесе мышканың оң жағын басып вставить дегенді басамыз да, осы біздің жасалған скриншотты қоямыз. Енді осы фигураның үстінен мышканың оң жағын басып, сохранить как рисунок дегенді басамыз да, керек папканы таңдап, сохранить дегенді басамыз. Сол кезде ешқандай да качествосын жоғалтпай, дәл осы күйінде сақталатын болады. Мінекей ашып көрейік. Мінекей ешқандай да качествосын жоғалтқан жоқ, кәдімгі сурет болып сақталды. Мінекей менен сіздерге өте керемет лайфхак болды деп ойлаймын. Осы видео сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде лайк басып, комментарий жазу арқылы білдіре кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақытта Құдай қаласа өте пайдалы ақпараттар шығатын болады.